Мүгедектерді мүсіркеп пандус алып бере алмай жүр біздің атқамінерлер. Құрылыс компанияларының тіптен құлқы жоқтай. Мәселен, Астананың тек Сарыарқа аудандағы 1000-нан аса нысанның 800-інде тембағалдарға керек жабдық атымен болмай шықты. Бар болса да тиісті талаптарға сай емес. Күрмеулі мәселен шешу үшін мүгедектер құқығы туралы 2012-2018 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспар жасалған. Биыл барлық нысан тексеріліп, пандустардың бар жоғы анықталады. Одан әрі мәселе кезең-кезеңмен шешілмек. Дулат Абибулаев тарқатады. Астанадағы ғимараттардың басым көпшілігі мүмкіндігі шектеулі жандар үшін алынбас қамал болып тұр. Бірінші топ мүгедегі Бақытнұр Жармағанбетовтің бұған күнде көзі жетеді. Жігіт ағасы қаланы коляскамен аралаудан тынбайды. Банк пен базарға, пошта мен дәріханаға өзі барып келеді. Алайда қайда барсаң да алдыңнан биік белес шығады деп қынжылады. Кейбір супермаркеттерге барғым келеді, магазиндерге, торговый домдарға кіруге возможность жоқ оларға. Адамның көмегімен, оның өзінде де кейбір пандустар жоғары салынған. Жаңа салатын стройщиктер соны ойластырып, инвалидтерге ыңғайлы қылып салынса, бізге коляскамен шығатындай жақсы болар еді. Шынында, арнайы тексеріс көрсеткендей, елорданың тек Сарыарқа ауданындағы ғимараттардың 5-тен 1-інде ғана пандус бар болып шыққан. Оның өзі таудай биік, тар немесе тайғақ. Бір сөзбен айтқанда, тиісті талаптарға мүлдем сай емес. Прокуратура саласынан 1044 объектілер зерттелді. Зерттеу барысында бізде 785 объект, шамасы 785 объекті пандус жоқ деп анықталды осы күнге. Яғни 785 объектіге мүгедектер не кіріп, не өзінің керекті қажеттілігін артыламайды. Құзырлы орган қызметкерлерінің айтуынша, құрылыс нысанын саларда кез келген мекеме пандусқа қатысты тиісті нормативтік техникалық құжаттың талаптарын сақтауы қажет. Талап барлығына ортақ. Нормативті техникалық құжат қолданысқа енгізілген. Құрылыс нысандарын жобалаушылар мен орындаушылар мүмкіндігі шектеулі топтарға қолжетімді болу үшін осы нормативті техникалық құжаттың талаптарын міндетті түрде ескеру қажет. Қордаланған мәселені шешу үшін үкімет 2012-2018 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын қабылдады. Оның аясында биыл елдегі барлық нысандар түгенделеді. Ал келесі жылдан бастап маңызды ғимараттарды пандуспен жабдықтау жұмысы басталады. Барлық мүдделі органдар күш біріктірсе, алынбайтын асу болмасы анық. Бұған көппен бірге Бақытнұр Жармағанбетов те сенеді. Сенбеске амалы да жоқ. Дулат Абибулаев, Қуаныш Абуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.